Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге мен жасаймын. Бүгін баклажаннан тещин язык рулетін дайындайтын боламын. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қолдау білдіріп қойыңыз. Ең алдымен баклажанның сыртын жақсылап жуып аламыз. Одан кейін керек емес жерлерін осылай кесіп тастаймыз. Ұзыншалап турап шығамыз. Барлығын осылай ұзыншалап турап аламыз. Үстіне су құйып, тұз салып, жарты сағатқа қоямыз. Баклажанды тұзды судан шығарып алдым. Жұмыртқаны жақсылап араластырып аламыз. Баклажанды осылай жұмыртқада аунатамыз. Осылай екі бетінде аунатып шығамыз. Қызып тұрған майда пісіреміз. Екінші бетінде осылай пісіреміз. Барлығын пісіріп болдым. Салмасын дайындайтын боламыз. Салмасын дайындау үшін бізге 3 қызанақ және 2 тәтті бұрыш қажет. Қызанақты осылай түрпіштеп турап аламыз. Тәтті бұрышымызды ұзыншалап тураймыз. Барлығын турап болдым. Енді майонезге езілген чеснок салып жақсылап араластырамыз. Ең алдымен майонез жағамыз, одан кейін қызанақты орналастырамыз. Үстіне тәтті бұрышты саламыз. Рулет қып ораймыз. Барлығын осы ретпен қайталап шығамыз. Мінекей тещин язык рулеті дайын. Өте дәмді болып шықты. Алдағы видеоларда көптеген тағам түрлерімен бөлісетін боламын. Видеоларымды жіберіп алмас үшін лайк қойып, қоңыраушаны басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.